Қайырлы кеш қыздар, тауық қанаттарынан үй жағдайында чекен дайындайтын боламыз. Чекенге алдымен тауық қанаттары керек болады. Оларды жақсылап жуып алып, бөліктерге бөліп, керек емес жерін алып тастаймыз. Жақсылап шанышқымен тесіп аламыз. Енді оларды маринадтайтын боламыз. Тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш және салқын су құйып жақсылап араластырамыз. Бетін жауып 5-6 сағатқа қоямыз. Не болмаса бір күнге қойсаңыздар да дәмі өте керемет болып шығады. Тауық қанаттарын дайын маринадтан жақсылап судан сілкіп аламыз. Енді оны алмату үшін бізге чекенге арналған ұнтақ керек болады. Үстіне тауық қанаттарын салып аунатамыз. Қызып тұрған майға салып, жай отта 2 жағы қызарғанша қуырып аламыз. Осымен біздің чекеніміз дайын. Жасап көріңіздер, аз болсын, ұнаса лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер.